Сейсмикалық апаттардың алдын алу мүмкін емес. Сондықтан жер сілкінісі кезінде қорғану шараларын әрдайым еске ұстағанымыз абзал. Айтып келмейтін апатта абдырап қалмау үшін мына жазбадан жер сілкінісінен қалай қорғану керек екенін үйреніп алыңыз. Әрине, видео басталмас бұрын арнаға тіркеліп лайк басыңыздар. Тіркелдіңіз бе? Ендеше біз видеомызға кеттік. Ұлы Қытай жер сілкінісі 830 мың адам қаза болған. 1556 жылдың 23 қаңтарында Қытайдың Шэньси провинциясында орын алған жер сілкінісі жалғыз Қытайды ғана емес, бүкіл әлемді дүр сілкіндірді. Бұл зілзала 830 мың адамның өмірін өзімен бірге алып кетті. Бұрын-соңды мұндай жер сілкінісі мұншама адам шығыны болмаған екен. Жер сілкінісінің қуаттылығы сонша, орталығынан 500 шақырым жердегі ғимараттар да күл-талқан болып қираған. Тіпті Шэньси провинциясында қарасты аудан адамдарының 40% жуығы ғана тірі қалса, кейбір адамдар түгелімен қырылып қалған. Бұл тарихи апат Мин әулетінің тақ мұрагері Цзянь императоры ел билеген заманмен тұспа-тұс келеді екен. Осы себептен де кейбір тарихи еңбектерден оны ұлы Цзянь жер сілкінісі деп те атайтын көрінеді. Жер сілкінісінің күшін Меркель шкаланы бойынша 8 балға теңессе, кейбір ғалымдар 7,9 балл болған деген болжамға тоқталады. Қалай десеңіз де, адам шығыны бойынша барлық апатты қоссаңыз, адамзат тарихындағы ең ірі үшінші, ал тек жер сілкінісін есептесеңіз, тарих бетіндегі ең ірі апат болып саналады. Таньшань жер сілкінісі 800 мың адам қаза болған. Таньшань жер сілкінісі 1976 жылдың 28 шілдесінде Қытайдың Таньшань Хэбэй провинциясында қаласында орын алған. Күші 8,2 баллды құраған зілзала 20 ғасырдағы ең ірі табиғат апаты болып саналады. Қытай Халық Республикасының ресми мәліметі бойынша қаза болған адам саны 242.419. Дегенмен кейбір зерттеулерге сүйенсек, апаттың құрбанына айналған адам саны 800 мыңнан асып жағылады. Жергілікті уақыт бойынша түнгі сағат 3:42-де орын алған зілзала қаланы тұтасымен қиратты. 22 шақырым тереңдікпен бастау алған бұл жер сілкінісі 140 шақырымдай жерге орналасқан Бейжің мен Тяньцзинде оңдырмады. Нәтижесінде 5,3 миллион үй қирап қалды. Тең жартысының қаңқасы құламағанмен адамға жарытып баспана бола алмады. Индомұхит жер сілкінісі 225.300 мың адам қаза болған. 2004 жылдың 26 желтоқсанында Индомұхитында үлкен жер сілкінісі болды. Күші 9,1 баллды құраған дүмпудің нәтижесінде цунами су бетінен 15 метр биіктікке көтерілді. Жер сілкінісінің күші 9,3 баллды құрады деген деректер де болды. Қалай десеңіз де, бұл тарих бетіндегі күші бойынша 3-ші орынға ие екен. Бұл табиғи апаттың кесірінен Таиланд пен Үндістан оңтүстік аймағы және Индонезияның тұрғындары қатты жапа шекті. Жапа шекті деген жай айтылған сөз ғой. Тілсіз жау тудырған цунамиден 225.300 мыңға жуық адам о дүниеге аттанып кетті. ақш-тың геологиялық сарапшылары нақты санын көрсете білді. Олардың айтуынша қаза болғандардың саны 227.898. Бірақ кейбір сарапшылар қыршыннан қиылғандардың саны одан да көп болуы мүмкін деді. Себебі жазықсыз талай адам алып мұхит түбіне кетті дейді. Гиаджа жер сілкінісі 230 мың адам
қаза болған. Гаджа жер сілкінісі тарих бетіндегі ең ірі апаттардың бірі. Бұл апат 1139 жылдың 30 қыркүйегінің күні Гаджа қаласында маңында орын алды. Жер сілкінісінің қуаттылығы 11 балды құраған. Адамзат тарихындағы ең ірі зілзаланың бірі Алеппо жер сілкінісінен осы оқиғаны тура 1 жыл бұрын болған екен. 1138-39 жылдардағы осы екі зілзала әлемдегі ең ірі 5 жер сілкінісінің қатарына кіреді екен. Жер сілкінісінің қуаттылығы сонша, сол кездегі Киапас тауы құлап, Ақсу өзенінің арнасы жауып тастаған. Нәтижесінде 8 көл пайда болған. Соның бірі Гьогөл қорығының орналасқан Гьогөл көлі. Біреу тойға айналғанда, біреу қойға айналыпты демекшісі, осы табиғи апаттарды пайдаланып, Грузин патшасы Деметрға шабуыл жасайды. 1125-1156 жылдары қираған қаланы қайта қалпына келтірген сұлжық билеушісі Қарасұңқар бұл мәліметті таратқан Мхитара Гоша. Оның айтуынша Қарасұңқар Арранға келіп, құлаған қаланы тізесінен тік тұрғызуға кірісті. Қайта тұрғызылғаннан кейін қала бұрынғысынан да күлдене түсіпті. Алеппо жер сілкінісі 230 мың адамның өмірін алып кетті. Тарих бетінде бірде Алеппо, бірде Халеб жер сілкінісі деп атаумен енген бұл зілзалада адам жаны түршіктіреді. 1138 жылы 11 қазанда тіркелген табиғаттың тілсіз жауын 230 мыңнан астам адам көз жұмған. Жер сілкінісінің бірнеше кезеңнен тұрған және қайталана сілкінген. Және Сирияның солтүстік бөлігін, Түркияның оңтүстік бөлігін, қазіргі Иран мен Әзербайжан мемлекеттерін қамтыған. Енді құтылдым-ау дегенде, жазылған жұдырығын дегенде, 1822 жылдың 24 тамызында табиғи апат тағы да оқыс мінезін танытты. Ғалымдар Алепподағы бұл оқиғаны таяу шығыстағы жер сілкінісіндегі тек басы ғана дейді. Осымен біздің видеомыз аяқталды. Видео ұнаса арнаға тіркеліп лайк басыңыздар. Сіздермен бірге болған әлем арнасы. Назарларыңызға рахмет.